Ассаламалейкум достар, бүгін сіздермен бауырсақтың ең жақсы рецептісімен бөлісетін боламын. Ең бірінші жылы сүтке ашытқы, қант, тұз, өсімдік майы, қаймақ немесе йогурт салып жақсылап араластырамыз. Үстін жауып жылы жерге 15 минутқа қойып қоямыз. Міндетті түрде ашытқымыз осылай көпіріліп көтерілу керек. Онды ситадан өткізіп саламыз. Қолға қатты жабыспайтын жақсы жұмсақ қамыр илейміз. Жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. 2 рет қамырды қайтарып тұрамыз. Қамырды қажетінше бөліп, жұқа етіп жаямыз. Дөңгелектер жасап шығамыз. 5-10 минут қойып қоямыз. Бауырсақты пісіреміз. Бауырсағымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Фатима Алдияр.